Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге жасалу жолы өте оңай Наполеон тортын жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін бірге тамашалаңыздар. Дүкеннен алынған қатпарлы ашытқысыз қамырды кішкене ерігеннен кейін осындай бөліктерге бөліп, төрт бұрышты етіп қызып тұрған духовкада 220 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Міне қамырымыз пісіп шықты, осындай болып шығады. Бұны салқындатып қоямыз. Енді торттың кремін жасайтын боламыз. Крем бізде қайнатпалы крем болады. Сүтімізді ысытып алып қоямыз. Және 2 жұмыртқаға қантты қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Толықтай араласқаннан кейін үстіне кукурузный крахмалды қосамыз. Егерде кукурузный крахмал болмаған жағдайда, онымен алмастырсаңыздар болады. Толықтай біркелкі араласқаннан кейін жаңағы ысытылған сүтімізді азғантай мөлшерде құйып араластырамыз. Сүт қатты ыстық қайнатылған болмауы керек, өйткені жұмыртқа пісіп қалмас үшін. Осылай азғантай мөлшерін құйып араластырдым. Тағы да екінші бөлігін құйып араластырып, енді осы массамызды сүттің үстіне құйып, газға қойып, астын жай отқа қойып араластырып тұрамыз. Біртіндеп өзі қоюланады. Осындай қоюлықта болады. Осының үстіне сары майымызды қосып, май ергенше толықтай араластырып, бетін пищевой пленкамен жауып, салқындатуға қоямыз. Креміміз дайын. Енді жаңағы пісіп шыққан қатпарлы қамырымыздың қызарып піскендерін бөлек алып қаламыз, азғантай бөлігін. Қалған бөлігін осылай араларын ашып дайындаймыз. Міне толықтай дайындап алдым, араларын ашып. Енді осының үстіне жаңағы салқындатылған кремімізді 1-2 бөлікке бөліп, араластырып отырып қосасыздар. Барлығын бірден қоспаңыздар. Креміміз толықтай араласу керек. Толығымен барлық жерге жағылғаннан кейін формаға салатын боламыз. Менде форманың диаметрі 20. Және де сіздерге торттың үлкен көлемді болғанын қаласаңыздар, осы жердегі мен берген ингредиентті 2-ге көбейтіп жасасаңыздар болады. Осы формаға салғаннан кейін 2 сағатқа холодильникке қоясыздар. Жаңағы алып қалған қатпарлы қамырымыздың бір бөлігін бетіне сеуіп, және 1-2 сағаттан кейін жан-жағына жағып шығамыз. Менің каналыма тіркелмеген жаңадан келген көрермен болсаңыз, поделиться батырмасын басып, өзіңізге тіркеп алыңыз. Және де осы видео ұнаған болса, поделиться батырмасын басып, өз туысқандарыңызбен, достарыңызбен видеоны бөліссеңіздер болады. Тортымыз мінекей дайын болып шықты. Кәдімгі Наполеоннан еш айырмашылығы жоқ. Және жасалу жолы өте оңай. Видеоның соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Жұлдыз. Сау болыңыздар.